Әлемнің әйгілі сахналарында өнер көрсетіп жүріп, көптеген елдің астанасында болдым. Аз уақыт ішінде бой көтерген Нұрсұлтан қатардан қалыс емес. Сырт елге кетіп, қайта оралғанда бұл қаланы қатты сағынып қалатыным бар. Себебі елордамыздың әрбір кірпіші тұнып тұрған тарих, болашаққа деген сеніммен қаланғандай. Осы сезімдерді сезінудің өзі мен үшін бір бақыт. Нұрсұлтан, жарқын болашақтың бастауы. Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің еңсесі де биік болады дейді елбасымыз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев осы қағиданы өз саясатында да берік ұстанды. Халықаралық және ел ішіндегі ең үлкен маңызды мәдени іс-шаралардың бәрін ол Нұр-Сұлтан қаласында өткізді. Бұл ел астанасын еліміздің мәдени орталығына айналдыруға бағытталған ең негізгі қадамдардың бірі еді. Елорда өнердің өлкесі. Өнер арқылы тұтас бір ұлттың болмысын суреттеуге болады. Әрбір сахнаға шыққан сайын мен би арқылы біздің тарихымызды, дәстүрімізді, тіпті ұлттық мінезімізді жан-жақты жеткізуге тырысамын. Астана балет театрына келген әрбір көрерменнің өнерді жоғары деңгейде бағалай білетіні мені қатты қуантады. Маған одан әрі ізденуге, рухани шабыттануға көмектеседі. Елорда бұл ел ертеңі.